Құрметті менің оқырмандарым, бүгін мен сіздерге әйелдерге байланысты бас киімдерге тағы да тоқталып өтемін. Қазақ халқы бас киімге ерекше құрметпен қараған. Әйелдердің бас киімінің өзінде көптеген түрлері бар. Мысалы, олар бөрік, бөкебай, тақия, жаулық, мінекей, сәукеле, желек, қасаба, кимешек, салы сияқты көптеген түрлері бар. Жаулық, бүгін біз осы жаулықтарға тоқталып өтетін боламыз. Жаулық ақ матадан жасалатын әйелдердің негізгі бас киімі. Халқымыз әз әжелерімізді, асыл аналарымызды ардақтап ақ жаулықты деп атайды. Жаулық қазақ әйелдерінің ары, ажары, беделімен көркі десек артық болмайды. Жаулықтың тағу тәсілдері әртүрлі болады. Мысалы, мен сияқты мынандай иектен артқа қарай және алдынан артқа қарай таққаннан басқа кейде жаулықты кимешектің сыртынан да тағады. Тағу тәсілдеріне қарай қарқара және күндік деп аталады. Арқа жеріндегі ардақты әжелеріміз жоғары және төмен деп аталатын қос жаулықты бастарына таққан. Бұндай жаулықтар биік және көрнекті көрінетін болғандықтан әжелеріміздің мәртебесін және беделін арттыра түседі. Бұндай жаулықтарды ертеде көбінде бәйбішелер таққан болатын. Жаулықтың жібектен, матадан, жүннен қалыңдап тоқылған түрлері және жұқалап тоқылған түрлері бар. Жүннен қалың тоқылған түрін бөртпе деп атаймыз. Мінекей мынандай бөртпе шалы, ал шашақ шығарып матадан жібектен жасалған түрін, мұндай түрлерді біз шалы деп атаймыз. Мінекей бөртпе шалы және осындай тамаша шәлілер қазақ әйелдерінің көркіне көрік қосары сөзсіз. Қалың жаулықтың бөкебай деген түрі де болады. Бөкебайды әйелдер өздеріне шашылап немесе үшбұрыштап әртүрлі із салып, ақ немесе күлгін түсті түбіттен тоқиды. Тоқудың да өзіндік ерекшеліктері және үлгілері бар. Олар қарға тұяқ, айшық, ирек, құстаңдай және бұрама деген осындай неше түрлі ою-өрнек тәсілдері бар. Бөкебайдың жиегіне тоқу арқылы шашақ салып, селдіретіп, жиілеп, тығыздап та тоқиды. Жаңа тоқылып болған бөкебайды жуып, керіп, кептіріп шыққан кезде түбіті үлпілдеп, сәнді және әсем, қымбат бағалы бас киім болып шығады. Қазақ қыздары жас кезінде үкілі тақия, кәмшат бөрік киген, тана көз, тал моншақ әшекей бұйымдарын таққан. Тұрмысқа шықпаған қыздар қызыл жаулық таққан. Халқымыздың қыздың көзі қызылда деген сөзі осы орамалдан қалса керек. Қазақ қыздары күнделікті тұрмыста, үйде жұмыс істеген кезде бөрікпен жүре алмайды ғой. Құндыз бөрік ол сән мен салтанаттың белгісі. Ал үйде жұмыс істеген кезде әртүрлі түсті орамалдар тағып жүрген. Ал тұрмысқа шыққаннан кейін ақ жаулық таққан. Халқымыздың бірінші байлық денсаулық, екінші байлық ақ жаулық, үшінші байлық он саулық дегені осы жаулыққа қаратып айтса бекер емес деп ойлаймыз. Халқымыздың ақ жаулықты аналар деп аса құрметтеген ақ жаулық ол тұрмысқа шыққан қыздардың символикасы. Ақ жаулықты аналар, ақ жаулықты әжелерімізді ардақтаған киелі ақ жаулыққа байланысты және де халқымыздың көптеген салт дәстүрлерін, көптеген киелі дүниелердің қасиеттерін білгілеріңіз келсе, менің Бахаргүл Төлеген атты YouTube арнама жазылыңыздар, тіркеліңіздер, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше сіздермен бірге болған мен Бахаргүл Төлеген қызы. Назарларыңызға рахмет.